Балалар, бүгін сабағымыз 57 сабақ. Сөйлеуде суреттерді қолданасын, иә? Сөйлеуде суреттерді қолданасын. Төмендегі суретке зер салып, бидің адамға пайдасы туралы әңгімеле дейді. Қазақ биі, би өнері, қазақтың өнері, ұлттық биі. Бұл жерде қара жорған көріп тұрмыз, иә, билеп жатқан. Қара жорған билеген кезде адамның иығымен билейді, иә? Иық, қолы, аяғы, мойны және бүткіл денесі қимылдайды екен, иә? Бұл бір жағынан жаттығу болып саналады, иә? Адамның пайдасы, адамның қан айналымын жақсартып, көңіл күйін көтереді екен. Енді мәтінді түсініп оқы. Қазақ би дейді. Жұрт бас қосқан бір жиын тойда қыздар мені итермелеп шара би билейді, деді. Домбырашылар тартқан күйдің ырғағына орай билей бастадым. Сонда көз алдыма қанат қағып ұшқан құстардың қалықтағаны, рауанда батып келе жатқан таң алдындағы гүлдердің бір жарғаны, не болмаса таутекенің шың басына секіргені, жорға аттың жүрісі, тағы басқа елестеп музыка сазындай естілді. Осы қимылдарды салып шыр көбелек айнала бердім. Ұршықша айналып келіп тоқтай қалғанымда жұрт маған қарап қалыпты. Содан бері биші қыз деп атаққа ие болдым. Қазақ би негізінде қол, бас, мойын, көз, иық секілді түрлі дене мүшелерінің қимылдарымен биленеді. Ал біз оны қиюын тауып үйлестіре білсек, қазақтың ұлттық биінің өз ерекшелігіне танылады. Мен бұл жөнінде би туралы сабақ деген кітап жаздым. Сонымен қатар маған өз елінің тұрмысын, тарихын, әдет-ғұрпын, дәстүрін зейін қойып үйрене білуінің өте көп пайдасы тиді. Мысалы, қазақ халқының көкпар, қыз қуу, садақтар, тағы басқа ұлттық ойындарына оның сыртында кесте тігу, текемет, сырмақ басу, ұршық иіру тәрізді қазақ әйелдерінің қолөнеріне қатысты іс-қимылдары бар екені белгілі. Осылардың барлық музыка ырғағына түскенде тұнып тұрған қазақ биі демей не дейсіміз дейді. Үшінші тапсырма, түсініп оқы. Шара Жиенқұлова туралы әңгімеле дейді. Шара Жиенқұлова халық бишісі, әртіс екен. Шара Жиенқұлова 1902 жылы дүниеге келіп, 1991 жылы дүниеден озған екен. Алматы қаласында туған, қазақ би өнерінде дамытуға үлкен үлес қосқан. Ол 16 жасында биші қыз атанған. 1936 жылы Мәскеуде өткізілген Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің 10 күндік мәдени шарасында қатысып, ұлттық би өнерін танылды дейді. Төртінші атты мәтінге сүйене әр бағандағы ортақ атау ойластыры, не артық екен анықта, өз тізімде өз бетінше жалғастыр дейді. Кесте тігу, сырмақ басу, садақ тарту, текемет басу дейді. Бұл жерде бізде артығы садақ тарту екен, иә? Бұл жерде қарап тұрсақ, екіншісі сырмақ басу, көкпар, қыз қуу, садақ тарту. Бұл жерде бізде сырмақ басу дегеніміз артық екен. Қараңыздар, біріншісі бізге қолөнерлері жатады екен, екіншісі ұлттық ойындары жатады екен. Ары қарай жалғастыратын болса, кесте тігу, сырмақ басу, текемет басу, киіз басу, кілем тоқу екен, иә? Ұлттық ойындарға көкпар, қыз қуу, садақ тарту, теңге ілу, аударыспақ екен, иә? Осылар өстіп жазады екенбіз. Бізде ары қарай өлеңді тыңда дейді. Өнерпаздар бақшамызда шаттанып, бар өнерін ақтарып, ойын сауық басталды, оны кемел басқарды. Көріңіздер өнерін, көпен күйдің шебері, ән салады сара қыз, билейміз бәріміз. Бар өнерді көріңіз, бағыңызды беріңіз. Енді бұл жерде бұл өлеңді тыңда дейді, оқиды екенсіздер. 6-шы сыныбымызда өнерпаз балалар бар ма? Олардың таңдаған өнер туралы сұрақ дайында, сұхбат ал дейді. Қарап тұрсақ, бұл жерде бұндай сұрақ қойсақ болады екен, иә? Сен қандай өнер түрімен айналысасың? Бұл өнерді қашаннан бері үйреніп жүрсің? Өнеріңізді дамыту үшін не істеп жүрсің? Үш сұрақ дайындасақ болады екен. Бізде ары қарай қазақтың би өнері тақырыбында фотокөрмеге қандай сурет ұсынар едің? Ойынды дәлелде дейді. Бұл жерде қарап тұрсақ, мен фотокөрмеге қазақтың ұлттық биін билеп тұрған балалардың
суретін ұсынар едім. Өйткені ол суретте ұлттық киімдер, қимыл қозғалыс және қазақтың мәдениет көрінеді. Бұл фотосурет қазақ биінің әдемілігі мен ерекшелігін көрсетеді екен, иә? Мына билеп тұрған мына жер сияқты балалар осылай сурет салып көрсетсек болады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.